ресейлік ПВО атып түсіруі мүмкін. Дайындығы бар адам ғана жасай алады. Бұл әдейі жасалмаған нәрсе. Алып ұшақ қалай көрмеуі мүмкін? Дрон кішкентай нәрсе. Сәл ғана құстың тигені лопаткаларды былай майыстырып жібереді. Екі жойқын дауысты естігендерін айтты. Ұшаққа тигенменен ұшақтың қозғалтқышына тиіп кетсе, ол Монстр Эйр Астанаға бәсекелес болатын шетелден компанияларды кіргізу керек. кішкентай кезінен бала секілді жетектеп жүрген авиакомпанияны олар жалғыз өзін жіберуге қорқып отыр. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Алдымен каналға жазылып, лайк басып, пікір жазып қолдап отырыңыздар. Себебі сіздерден қолдау керек және молдау керек. Бүгін Ерболдың арнасында қонақта ИКАО, яғни халықаралық азаматтық авиация ұйымының орталық хатшылығында жұмыс істеген алғашқы және әзірге жалғыз қазақ, тегінен танып тұрғандарыңыздай азаматтық авиация саласында 15 жылдан астам тәжірибесі бар. Авиация сарапшысы, атаңызға айналған қаламгер Әбіш Кекілбаевтың немересі Абыл Кекілбаев. Ассалаумағалейкум. Саламатсыздар ма? Қалыңыз қалай? Шаршадық, иә? Неше күннен бері эфирде жүрсіз? Түсінікті. Енді әңгімемізді, сұхбатымызды бастайық. Қазір мына Әзірбайжан әуе компаниясына тиесілі ұшақтың Ақтау түбіне құлауы бүкіл әлемнің назарында отыр. Түрлі версиялар айтылды, бірақ соңғы 2 күнде дәл осы ұшақты Ресейдің әуе қорғанысы жүйесі атқылады деген пікірлер көп айтыла бастады. Айтыңызшы, маман ретінде ұшақты Ресейдің ПВО-сы атып түсіруі мүмкін бе? Енді бұл жерде бірінші айтып кететін жағдай осы апатта зардап қайтыс болған жолаушылардың туған-туыстарына бірінші көңіл айтқым келеді. Осы апаттан аман қалған жолаушылардың тез сау болып кетуіне тілектеспін. Енді осы жерде Қазақстан халықаралық азаматтық авиация ұйымының толық мүшесі ретінде осы халықаралық азаматтық авиация саласындағы конвенцияның қатысушы. Сондықтан осы конвенцияның 13-ші қосымшасы еске алсақ, ол жерде осындай апаттық жағдай болған кезде алдын ала ешқандай болжам жасауға тыйым салынған. Ол ресми түрде осындай әртүрлі ақпараттың таратпауына, осындай әртүрлі версияларды тергеу жүргізгенше, тергеудің ресми қорытындысы шықпайынша, енді оны мен де айтып кетем. Осы тергеу нәтижесіндегі тергеудің толық жан-жақты тексерудің нәтижесіндегі жиналған ақпаратқа сүйене отырып, біз ресми ақпарат тарату керекпіз. Ол бірінші жөн. Екінші мәселе, бізде осы бүгін ғана, жаңа ғана сізге келе жатқанда халықаралық азаматтық авиация ұйымы өзінің ресми осыған байланысты ақпарат берді. Ол жерде осы қайтадан осы конвенцияның 13-ші қосымшасына сәйкес осындай апат болған кезде 1 айдың ішінде алдын ала қорытынды беріледі. Ол ресми түрде қалаған, енді өздеріне қалаған ақпарат жүйесі арқылы жіберіледі. Енді орташа 1 жылдың ішінде толық қорытынды шығару керек деген талап бар. Енді әртүрлі жағдайға байланысты енді толық қорытынды кейде созылып кететін де жағдайлары бар. Мысалы үшін біздің осыдан 5 жыл бұрын болған Фоккер 100 әуе кемесінің тергеу жұмысы 3 жылдан астам өткізілген. Оған әлі де күмәндары бар. Кешегі ғана үкіметтің біздің мәжілістегі жиналысындағы министрдің айтқан ақпараты бойынша
оған да қазір бір өтініштер түсіп қайта қарастыру мәселесін көтеріп жатыр. Енді бұл негізінде осы азаматтық авиация халықаралық ұйымының енді талаптарына сәйкес келмейді. Жақсы, жалпы ережелерді түсіндіріп өттіңіз. Енді менің қойған сұрағыма жауап берсеңіз. Енді ресейлік ПВО атып түсіруі мүмкін бе? Әртүрлі жағдайлар болады, оны біз түсіну керекпіз. Менің өзімнің тәжірибем бойынша енді оны біріншіден әдейі ешкім жасамайды. Себебі бұл халықаралық бағытта ұшқан ұшақ, ол халықаралық ұйымының бекіткен енді мемлекеттердің арасындағы келісім шарттардың қатысушысы. Мына қазір көптеген елдер Ресей әуежайларына ұшуға бас тартып жатыр ғой. Оның ішінде Қазақэйр да бар. Оның ішінде біздің де әуе компанияларымыз бар. Олар алдын ала осындай шешім қабылдағанда өздерінің енді мына жағдайға байланысты ситуационный анализ жасайды. Енді бұл өзінің авиакомпанияның өзі бар, оған қоса мемлекеттік мемлекеттік құзыретті органдарда осындай енді ұсыныс бере алады. Сондықтан бұндай жағдай болған жоқ. Ал қателесіп атуы, енді сөзіңізді бөлейін, кеше Росавиация ресми түрде Шешенстан Грозныйдың аспанында ковер атты арнайы операцияны жүргізгенін мәлімдеді. Өйткені украиналық дрондар қазір Грозныйдың әскери бөлімдерін, қару-жарақ сақталған қоймаларын атқылап жатыр. Сол кезде Грозный тарапы Шешенстанның арнайы қызметі дрондарды атқылады. Сол кезде қателесіп тиюі мүмкін бе? Енді бұл аспанда 800 шақырым 800 шақырымменен ұшып келе жатқан биіктікте 8-9 мың метр биіктігінде ұшып келе жатқан ұшаққа әдейі атсаңда тиіп кету өте бір әдейі дайындығы бар адам ғана жасай алады. Бұл әдейі жасалмаған нәрсе, бұны біз ескеру керек отырмыз. Енді мына тергеу нәтижелеріне қазір сүйене отырсақ, бұл ақпаратты ресми ешкім әлі растаған жоқ. Растамаған себебі бұл әлі жан-жақты тергеу нәтижелеріменен әлі ешқалай өзінің бар жоғын бізде авиацияда подтверждениесін алмаған. Енді әртүрлі ПВО болу мүмкін, дрон болу мүмкін. Мен жаңа сізге өзіңізге құстарды көрсеттім ғой. Дронның да салмағы мен көлемі әртүрлі болады. Қазір дрон тез дамып келе жатқан технология болғандықтан әлі осы дрондардың ұшу ережелері толық бекітілмеген. Сондықтан осындай жағдайлар ендігі осы азаматтық авиация саласындағы үлкен бір қауіп төндіретін мәселе болып саналады. Себебі осы дрондардың ұшатын өзінің енді пайдаланатын әуе кеңістікті әлі белгілеген жоқ көп елдер. Енді халықаралық тәжірибе жинақталып жатыр. Сондықтан дрондардың ұшуы ол үлкен қазір бір қауіп төндіретін мәселе. Енді сіздің нақты сұрағыңызға жауап беретін болсақ, бұл жерде қазір ресми ақпараттың жоқтығына байланысты, әлі жинақталып жатқанына байланысты, енді өзімнің аэродинамика жағынан, басқа да осы әуе заңдарының несіне сүйене отырып, енді әдейі қағып түсіру бұл мүмкін емес. Қандай да болған бір жағдай болса, ол жағдайға енді осы өкілетті органдар тергеу нәтижесі шыққаннан кейін өздерінің бейресми ақпаратын тарататын шығар деп мен өз басым солай ойлаймын. Енді қараңызшы, радардан алып ұшақ, алып ұшақ қалай көрмеуі мүмкін? Дрон кішкентай нәрсе, шағын ғана. Ұшақ қанатты құс қой. Оны шынымен көрмей қалуы мүмкін ба радардан? Енді біріншіден мынау Кавказ жері таулы жер.
радарлардың өзінің жұмыс істейтін енді әртүрлі радарлардың өзінің жұмыс істейтін процедуралары бар. Мысалы үшін біздің өзіміздің Қытай менен Қазақстанның шекарасындағы ұшып жүрген ұшақтар радармен бақыланбайды. Себебі таулы жер. Тура сондай мына біздің көршілес елдеріміздің мемлекетінің таулы жерлерінде радарлық покрытие жоқ. Ол жерден радармен қарайтын покрытие жоқ. Енді қазір соңғы заманауи спутниковый технологияларды айтып отырмыз ғой. Спутниковый технологияға барсақ, ол біріншіден мына ұшақтың өзінің жіберген ақпаратын жүйе арқылы тексеріп, оны біздің мына телефондарға Flight Radar секілді программаларға шығарады. Ол ұшақтың өзінің жіберген ақпараты. Енді мынандай жағдай болған кезде қаншалықты осы ұшақтың бақылау органдары жұмыс істеп, электросистемалары жұмыс істеген біз әлі білмейміз. Сондықтан ол жерде де ақпараттың қаншалықты толық болғанын қазір ешкім нақты айта алмайды. Сондықтан толық емес ақпаратты мына центр обработка дейміз. Центр обработкаға жіберген кезде ол қалай мына же Flight Radar'да көрсетілетін, оны ешкім оған 100% оның расталығын ешкім бере алмайды. Сондықтан ғой біз мына қара жәшіктің ішіндегі жазылған ақпаратты күтіп отырған себебіміз. Себебі қара жәшіктегі мына параметрлар дейміз ғой. Сол параметрлардың бәрі тікелей мына қозғалтқыштан келеді. Мына ұшақтың әртүрлі нелері бар. Цифрландырған датчиктері бар. Олар тіке экипажға шығады. Енді өзінің ұшу биіктігін көрсетеді, тағы да басқа, мысалы үшін давление көрсетеді. Солардың бәрі тікелей осы қара жәшікке жазылады. Ешқандай оған не жоқ. Олар тіке датчиктен алынады да, тіке қара жәшікке жазылады. Сондықтан сол ақпарат ол ең қазір енді сенетін ақпарат, мұқият жиналған ақпарат болып саналады. Сол себептен осы қара жәшіктердегі жазылған ақпаратты біз бәріміз күтіп отқан себебіміз де осыдан. Енді қара жәшік табылды, бүкіл құпияны қара жәшік ашу тиіс. Бірақ қазір технология дамыған заман қара жәшікті күтіп отырмай-ақ, мен кеше Тоты Әмірованың Facebook парақшасынан оқыдым. Қара жәшікте жазылып жатқан видео тікелей трансляция арқылы серверлерге түсіп отырады деді. Кеше ресейлік телеграм арналар пилоттардың диспетчермен өзара әңгімесін жариялады. Соны тыңдадыңыз ба? Мен тыңдаған жоқпын, бірақ бұқаралық ақпарат жүйелерінде таратылған ақпарат, оған да мен күмәнмен қараймын, себебі ол бірнеше адамдардың қолынан өткен. Мен өз ресми түрде бекітілген ақпарат болмағандықтан оған мен көп сене қоймаймын, бірақ сол ақпараттың арқасында біз қазір мына ұшаққа құс тиді деген ақпаратты таратылды ең басында. Ауа райы, тұман, сосын мына кислород баллон жарылған. Бұның бәрі диспетчерлер мен ұшқыштардың арасындағы әңгіменің нәтижесі ретінде осындай ақпарат таратылды. Бұл қаншалықты шындыққа сәйкес келетін, біз осы қара жәшіктегі ақпаратпен салыстыру керекпіз. Әрбір диспетчерлік органда диспетчерлер сөйлескен, олардың өздерінің осындай запись объективного контроля дейді. Оның бәрі жазылған, ол сақталу керек, бұл халықаралық талап. Сондықтан осылардың бәрін сәйкес қарап, мына қара жәшіктегі жазылу мен диспетчерлерден алған жазулардың бәрін салыстырып көргеннен кейін, бұл ақпаратты кім таратты, қаншалықты бұл дұрыс болды, оған бәріне нақты баға беріледі. Осы мемлекеттік комиссияның әрбір бағыт, енді 3 бағыт бойынша комиссия жұмыс істейді. Біреуі техникалық жағдайдан болған апат, екіншісі адами фактор, үшіншісі сырттан әсер болды ма жоқ па деген. Енді бұл шынында да бұл енді азаматтық авиация 100 жылдан бері дамып жатыр.
сол жылдың ішінде қарайған осындай әртүрлі апаттар, әуе апаттары болған. Солардың бәрін зерттеп қарағанда осы 3 бағыт бойынша комиссия жұмыс істейтіндей мына конвенцияда осындай талап бар. Енді қара жәшік демекші, қазір жасанды интеллекттің дамыған заманы. Кейбір сарапшылар кеше расшифровкасын жазды ғой, оған да сенімсіздік танытып жатыр. Ертең ұшқыштардың әңгімесін жасанды интеллектінің қолдауымен, демеуімен, көмегімен ертең өзгертіп жіберуі де мүмкін, шындық ашылмауы мүмкін. Бұл саясат, бұл Ресейге тиімсіз деп жатқан пікірлер. Сондықтан осы тексеру, тергеу өткізіп жатқан комиссияның ішінде оқиға болған елдің өкілдері жұмыс істеп жатыр. Осы оқиға болған елдің енді болған соң біз осы комиссияны құрдық. Екіншіден, осы комиссияға осы ұшақтың иелі, осы ұшақтың тіркелген елінің өкілдері, осы ұшақты құрастырған елдің өкілдері, оған қоса мысалы үшін енді конструкторский бюро болуы мүмкін. Мысалы үшін осы ұшақтың қозғалтқышы ақш компаниясының енді жасалған қозғалтқышы. Олардың да өкілдері осы тергеу нәтижелеріне қатысуға мүмкіншілігі бар. Мысалы үшін жаңа ғана таратылған ақпарат бойынша халықаралық азаматтық авиация ұйымының да өкілдерін жібереміз деп отыр. Бұның бәрі осы тергеу барысында осындай өзіңіз айтқандай әртүрлі өзгеріс енгізіліп жібермесін, бәрін бір-біріне сенім болу керек. Осы комиссияның мүшелерінің бәрі бір комиссия болғандықтан олар бір-біріменен қарым-қатынаста болу керек. Бір жан-жақта жатып алып бір-біріне жаза берсе, бұл тергеу созылып кетеді. Сондықтан бұл тез арада қазір бізде осындай тез дамып жатқан кезде ақпараттың бәрін біз жинақтап, толық осы күмән келтірмейтін қорытынды шығару керекпіз. Оған әсіресе мына объектив контрольдік данныйлар, мына қара жәшіктегі данныйлар, олардың бәрі ресми түрде ашылғанда, кеше ғана мына осының көрсеткіші, кеше ғана Бразилия елінің өкілдері келгенше бұларға ешкім қозғауға немесе внешне воздействие жасауға ешкім мүмкіндік берген жоқ. Себебі осы әуе кеменің құрастырушы елінің өкілдері келмей, ертең қайтадан әңгіме болмасын деп солардың ресми түрде қатысуын күтіп отырды. Енді жаңа сіз айтқандай онлайн жіберуге болады. Қазақстанда осы қара жәшікті ашып оқи алатын орталық жоқ. Себебі ол біріншіден өте тәжірибелі маман талап етеді, оған қосымша қаражат бөлініп отыр. Сосын бізде енді әр ұшақтың түрі бөлек болғандықтан осы халықаралық орталықтар бар, осындай ақпаратты оқи алатын. Ресми түрде меніңше бұл сол орталықтардың көмегімен оқылады. Олар енді осы бір айдың ішінде деп біз айтып отырмыз ғой. Ол халықаралық талап бір айдың ішінде бірінші предварительный осы апаттың болған жағдайын біз халықаралық азаматтық авиация ұйымына беру керекпіз. Осы тергеу комиссиясы. Мына қара жәшіктер біз іздеген жоқпыз, сол жерде болған. Оған қоса мамандардың бәрі тез арада жиналды, сондықтан бір-екі аптаның ішінде толық первичный информацияны бізде мына талап бойынша беріледі деп ойлаймын. Ол ресми өкілдердің жұмысы, сондықтан менің өзімнің тәжірибем бойынша біз бір бағытта ойлап жүрсек, мына тергеу комиссиясы басқа адам сенбейтін бір нәтижеге келеді. Бірақ ол нәтиже мына мұқият қарастырған документтердің сүйене жасайды, осы бейне жазбаларға сүйене жасайды. Ол жерде тәжірибесі бол, ешкімнің күмәні келтірмейтін мамандар тартылады. Әртүрлі ешкімге бағынбайтын әдейі экспертизалар өткізіледі. Солардың нәтижесі ол жерде енді әрбір маманның өзінің қолы қойылған соң, ол осы берген ақпаратына жауапты.
Ертең бұл дұрыс болмай шықса, бұл халықаралық талаптар бойынша ол өзінің берген несіне жауап береді. Сондықтан ол тәжірибелі тергеушілер болғандықтан, ол енді Қазақстанның өзінде осындай ресми түрде әуе апаттарын тексеретін бізде тергеуші жоқ. Тәжірибелі өзі, енді тергеушілерге қойылатын талаптар бар ғой. Сертификаттандыру керек, уақытылы оқу керек. Бізде Қазақстанда ондай тергеуші жоқ. Түсінікті. Енді қараңызшы, бұл апаттан тірі қалған Әзербайжан азаматтары, сол экипаждың мүшелері Грозный маңында ұшақтың сыртынан 2 жойқын дауысты естігендерін айтты. Сол кезде кислород маскалары төменге түскен, ұшақ шайқалған, бір пилот жарақат алған. Енді біз ұшақтың суретін көрдік, оң жақ қанатының. Ана тесіктерді құс салмайтын шығар тұмсығымен. Енді әртүрлі осы құстарға байланысты әртүрлі жағдайлар болды. Енді мен өзіңізге бір көрсетіп шығайын. Бұны көрсету керек шығар, себебі біздер көбісі сенбейді. Міне, біздің осы Астана әуежайына бір ғана құстың осындай неге алып келді. Бір ғана құс. Бұл осындай нелер бар. Мынау енді кішкентай құстардың тигені ұшаққа. Ұшақ осындай жағдайға енді өзінің енді техникалық орысша айтқанда фюзеляждың несі дайын, ол түсінікті. Бірақ мына осындай биік тема әуежайдың маңайында әртүрлі свалка, мына енді әртүрлі ауыл шаруашылығындағы осы құстарға қызық нелер өсіру мүмкін. Әртүрлі өзендері болу мүмкін, мекендейтін өзендері болу мүмкін. Сондықтан құстардың орнитологиялық жағдайы ол қазір азаматтық авиация саласында бір бөлек қарастырылатын мәселе. Сондықтан құстар ол өз алдына, ол жерде мына құс ұшаққа тигенменен ұшақтың қозғалтқышына тиіп кетсе, ол енді мясорубка секілді оның турап жүреді. Үңірейген тесіктер салуы мүмкін бе құс тұмсығымен? Тесіп өтуі мүмкін ғой. Тесіп өтуі мүмкін, бірақ мынау қозғалтқыштың лопаткалардың несі болуы мүмкін. Енді қурап, енді орысша айтқанда разрубить етіп тастайды ғой. Мына сәл ғана құстың тигені лопаткаларды былай майыстырып жібереді. Оны кинетический, мына ұшақ ұшып келе жатқанда 500 шақырым, 700 шақырым скоростьпен ұшып келе жатқанда, мынандай бір тас тигеннің өзі үлкен мына лопаткаларға әсер етуі мүмкін. Сондықтан ол бұзылып, ол бір жағдай. Сосын екінші жағдай, самолет құлап түсті. Жерге бірнеше рет тигені бәріміздің видео таратылған видеода бәрі жарылды. Сол жарылыстың іздері болуы мүмкін. Мына жерден мына қозғалтқышқа тиіп кеткен тастардың ізі болуы мүмкін. Сондықтан бұл іздердің нақты қай жерде пайда болғанын, қалай пайда болғанын біз зерттегенше, қазір әртүрлі мына конспирологиялық енді әңгімелер, болжамдарды мен көтермеуді сұраймын. Себебі бұл тергеушілерге де үлкен уақыт алатын. Біз осы ПВО-ның несі деп айтып алып, енді тергеушілер осыны жоққа шығару керек, немесе растау керек. Оған үлкен енді көптеген экспертиза өткізеді. Ол уақыт алады. Бұл бағытта ресми шешім енді экспертизаның арқасында белгілі болады. Оны біз күте тұру керекпіз. Сонда қиыршық таста тесіп өтуі мүмкін. Иә. Мына әсіресе Маңғыстауда жердегі кішкентай тастар ұшақтың ішіне, енді қозғалтқыштың ішінде ол тартады ғой. Сол жерден тартқан нелерді несінен шығарғанда ол былай лақтырып тастайды. Ол да бар.
мына ұшақ жарылғандағы мына нелердің несі де тиіп кетуі мүмкін, іздері. Бұл енді осы мына тесіктердің қайда болғанын бірінші бекітіп алу керекпіз. Бұл қонған кезде болды ма, әлде ұшақ Каспийдің үстінде ұшып келе жатқанда, немесе Грозныйға қонар алдында болған жағдай ма деп біз бірінші соны белгілеп алу керекпіз. Содан кейін енді экспертиза арқылы бұл қай жерден не себеп болғанын анықталады. Мен сіздің эксперт ретінде сөзіңізден ұққаным, сіз ешбір болжамға қатысты нақты ештеңе айтпайсыз, тек тергеудің ресми қорытындысын шыққаннан кейін ғана пікір білдіресіз. Бұл мен жаңа қайтадан халықаралық авиация талабы. Түсінікті. Енді қараңызшы, Әзірбайжаннан Бакуден Грозныйға ұшақ шықты. Грозныйды Украинаның дрондары атқылап жатыр. Неге аспан жауып тастамайды? Кешегі оқиғадан кейін ғана барып, Ресейдің қалалары арнайы операция жүріп жатыр, дрондар атқылап жатыр, қауіпсіздік үшін деп аспан жаба бастады. Неге ескертпеді осы ұшаққа? Енді дрон аман алып қалу мүмкіндігі болды ма? Болды ғой. Кері қайтарса. Енді бұл жерде дрондардың атқылап атқанын мен енді Грознойдан осы апаттан естіп отырмын. Мысалы үшін кезінде мына шекара жерлерінде атқылап атқаны болды. Мәскеуге осындай дрондардың несін жіберіп жатыр деген, бірақ ол жерде де уақытша жабылып қайта ашылады. Ол енді осы бірнеше жылдың ішінде тұрақты бір күнделікті бір жағдай болып кеткен секілді. Бір сағат, 2 сағатқа жаба салады да қайтадан ашылады, қайтадан әуе тасымалы жұмысын жасай бастайды. Сондықтан осындай жағдайға үйренішті болып кеткен бе екен. Бірақ ескерту керек еді ғой, талап бойынша. Қабылдамау керек еді ғой. Халықаралық талап бойынша кез келген уақытта кез келген әуе кеңістікті жаба алады. Ол біздің әскерлердің өздерінің құзыреті. Осындай жағдай болғанда мына органы управления дейді ғой, бақылаушы органдар, олар жаңағы мемлекеттік ұйым болу мүмкін, немесе мына диспетчерлер болу мүмкін, әуежайдағы, немесе әскери осындай өздерінің диспетчерлік органдары болу мүмкін. Олар осы әуе кеңістікті жапқанда сол жердегі гражданский дейміз, түгел ұшақтардың бәрін аман сақтап шет жағасына шығару керек. Бұл енді күнделікті осы авиадиспетчерлердің жұмысы негізі. Бірақ олай істеген жоқ қой Грозный. Енді осы мәселе маған енді осы жаңа версияның жоқтығына әкеліп отыр. Себебі сол жердегі жасап отырған диспетчерлер, олар осы жауапкершілікті толық түсінеді. Ол жерде адамдардың ұшып келе жатқаны. Грознойға ол кезде бір ұшақ емес, бірнеше ұшақ ұшқан шығар. Себебі енді ұшу байланыстары олардың бұзылмаған. Мына шетелдік авиакомпания ұшып жүргеніне қарағанда, ол жерде күнделікті үлкен ұшақтардың ұшып жүргені оларға ешқандай осындай жағдай туындыра қояды деген ой болмаған. Бұның бәрі алдын ала анализ жасалынғанда есептеледі, белгілі болады. Түсінікті. Енді сіз ешқандай болжамға қатысты ресми қорытынды шықпай пікір білдіргіңіз келіп отырған жоқ, десек те мынадай болжамдар айтылды. Яғни Грознойдың арнайы қызметі ұшақты атқылағаннан кейін оның жараланғанын, оған оқ тигенін білді. Содан кейін барып мына Махачкала, Грознойдың маңындағы аэродромдарға, Махачкала тұр, Ингушетия бар, жақын маңда қалаларға бұл ұшақты қондыруға рұқсат бермеген. Каспийге қарай, Ақтауға қарай бағыттаған деген әңгімеде айтылды. Негізгі талап бойынша олар қабылдауы керек еді ғой. Авиацияда қалай? Авиацияда экипаж командирі қабылдаған шешімді жергілікті жердегі авиадиспетчер болсын, басқасы болсын, авиакомпанияның өздерінің өкілдері оған ешқандай
осы басқа әуежайға бар деп мәжбүрлей алмайды. Шешімді қабылдайтын экипаж командирі командирі. қайда қонады өзі біледі. Иә, енді мына Ақтау әуежайы бойынша мен айтып кетейін. Азал авиакомпаниясы күнделікті Ақтау әуежайына ұшып жүреді, тұрақты рейстері бар. Азал авиакомпаниясының ұшқыштары енді Ақтау әуежайын өздерінің бес бармағын біледі. Сондықтан Ақтаудың ар жағында ашық, енді Бакудың әуежайын спутникпен қарасаңыз қаланың ішінде тұр. Махачкаланың әуежайы таулы жерде тұр. Енді Ақтаудың әуежайы жазық жер. Енді ұшқыштардың тәжірибесі мол ұшқыштар ғой. Олар ауа райы қолайлы, өзінің таныс әуежайын пайдаламаймын ба? Мен өзім мысалы үшін шай ішкенде өзімнің шай дәмді жерін біліп сол жерге барамын ғой. Алыс болса да енді маңайдағы кафенің сол өзімнің таңдауым бойынша таңдаймын ғой. Мына жер жақын деп бара салмаймын. Сол секілді мына ұшақтың ұшқыштары Ақтаудың әуежайы қолайлы деп өздері шешкен секілді. Себебі оларды ана әуежайға бар, мына әуежайға бар деп ешкім мәжбүрлей алмайды. Ол ұшқыштардың өздерінің шешімі. Олар енді қазір тергеу нәтижелері бойынша мына бақылау органдарын қашан жоғалтқанын біз білеміз. Бірінші мына видео таратылып жатқан видеоның ішін қарасаңыз, экипаж толық бақылау органдары жоқ. Ол тек қана қозғалтқыштың көмегімен осы Ақтауға аман есен жетті. Енді қонардың алдында біз енді көріп тұрмыз ғой, ешқандай механизация шығара алмады. Ол видеода мен ресми өзімнің видеоны көрген содан түскен әсерімді айтып отырмын. Бірақ экипаж мына әуежайдың 2 рет айналып шықты, 2 вираж жасады, қона алмады. Себебі оның енді қонуға дайындығы болмаған шығар. Тағы да басқа экипаждың жасаған әрекеттеріне қарағанда, ол сол жердегі елді мекенді айналып ұшып, жазық жерге отыру енді процедурасын жасауға тырысты. Ол жазық жер болғандықтан экипаждың маман енді өзінің кәсіби маман екенін, өзінің тәжірибесін біз көріп отырмыз. Соңғы кезде ұшақты ол несін тұмсығын көтеріп отыруға тырысқан. Сол жасаған ерлігі үшін мына біз 29 адамның өмірін сақтап қалды. Алдыңғы доңғалағымен қонған үшін. Сол өзінің ұшақтың енді бақылау органдары жұмыс істемейді. Біз не бұра алмаймыз, не көтере алмаймыз. Бірақ қозғалтқыштардың көмегімен шамасы келгенше осы ұшақты отырғызуға тырысты. Енді отыру кезінде бірдеңке кедергі болған екен. Мына ұшақ 2 жаққа бөлініп кетті. Жарылды оның үстіне. Ол жерден өрт болды. Мен бұны айтып отырған себебім, кейбіреулер мына ұшақтың жанармайын олар әдейі ұшып жақты дейді. Мына осы ұшақ, ол заманауи ұшақ, ол жерде жанармайды төгіп тастайтын оның несі жоқ, функциясы жоқ. Сондықтан экипаж оны жанармайды түгел өнемдеп ойлаған жоқ шығар. Олар сол соңғы осы қону әрекетін жасағанда шамасы келгенше осы адамдардың жандарын сақтап қалуға мүмкіншілік берейін деп осы ұшқыштардың жасаған әрекеті. Енді бұған дейін қойған сұрағыма тағы нақтылау. Егер ұшқыш Грозныйдың диспетчерлерінен мен қалай болғанда да Грозный әуежайына қондыр немесе Махачкаладан рұқсат сұраған кезде ол қондыруға міндетті ғой? Міндетті. Авиация талабы бойынша сұраса міндетті. Бірақ ауа райының қолайсыздығына, жаңа өзіңіз айтқандай, олар неге байланысты, дрон шабуылына байланысты жабылса, олар басқа әуежайға бағыттайды. Себебі олар осы қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін, әуе қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін ең тиімді жерге барғызғысы келеді. Ол Ақтау болды. Енді дәл сол уақытта Ақтау болып тұр ғой. Енді тағы бір болжамдар бойынша, жаңа айттым, ұшаққа зымыран
жарқыншақтары, сарқыншақтары, оқтары тигенін білді. Сосын түбі оның құлайтынын білді деп айтып жатыр Каспий теңізіне. Жарайды. Сізге сұрақ. Егер ұшақ оқ тиіп, ПВО-ның оғы тиіп, зымыранның оғы тиіп, Каспий теңізіне құлаған жағдайда адамдар аман қалуы мүмкін бе? Жалпы ұшақ аман қалуы мүмкін бе? Жалпы теңізге қондыру авиация халықаралық тәжірибеде болды ма? Теңізге қондыру болды. Мына ақш-тағы Гудзон есіңізде болса, осылай ұшып шыққанда екі қозғалтқышына құстар тиіп, екеуі де жұмыс істемей қалып, экипаждың шешімі бойынша Гудзон өзеніне олар қонды, аман есен қонды. Бірақ ол енді шағын өзен болғандықтан құтқару апат жұмыстарын тез арада олар ұйымдастыра алды. Мына жерде Каспийдің үстінде ұшып келе жатқан ұшақ қай жерде қонады, оны мысалы үшін қонғанның өзінде қарайған адам жарақат алып жатқан, батып кетуі мүмкін. Мына қазір енді қыс мезгілі болған соң Каспийдің өте салқын теңіз екенін бәріміз де білеміз, сондықтан ол жерде қатып өлуі де мүмкін еді. Оған қоса экипаж енді өзімді өлтіремін деп болжаламайды ғой, сондықтан олар менімше Ақтауға аман есен жетем деп олар өздері солай болжамдаған. Енді Каспийдің үстімен ұшып келе жатқанда бірдеңке қосымша болды ма? Енді техника енді өзі тұрақты жұмыс істемей тұрған бақылау органдары біртіндеп сына бастады ма, немесе толық бір мезгілде жұмыс істемей қалды ма? Ол осы қара жәшіктің нәтижесі бойынша белгілі болады. Түсінікті. Енді қараңызшы. Әуе апаттары ұзақ тергеледі. Бір жылға дейін біз Бек-эйрдің өзін әлі 3 жыл тергеп жатырмыз, сотқа да түскен жоқ. Мәселе мынада. Егер қара жәшік ашылады, ондағы диспетчер мен ұшақтардың, пилоттардың әңгімесі тыңдалады. Егер оны Ресейдің ПВО-сы, дәлірек айтқанда Грозныйдың ПВО-сы атып түсірген жағдайда, атып түсірген тарап кешірім сұрауы керек пе? Және Әзірбайжан тарапының кейбір депутаттары айтып отырғандай компенсация төлеу қажет пе? Бұндай мәселелер халықаралық тәжірибеде қалай шешіледі? Енді бұндай жағдайлар болды. Енді осы тәжірибеме сүйене отырсақ, бұл ашық ешқашанда айтылмайды. Неге, саясат па? Енді екі елдің өздерінің келісімі бойынша өздері қаншалықты ақпарат ашқысы келсе, сол ақпаратты ашады. Бірақ олардың келісімі мына апаттың ресми тергеуіне ешқандай ықпал ете алмайды. Әзірбайжан ешқандай жасырып жабуға ықыласты емес екенін білдіріп жатыр. Қазір Әзірбайжанның бұл саудаласу. Лауазымды адамдары батыс ақпарат құралдарына сұхбат беріп, ПВО атты деген нұсқаны алдын қатарға шығып жатыр. Біз білеміз. Бұл версия, бұл версияның енді қолдаушыларда жақтап атқан елдерде бар. Оны жоққа шығарушы елдерде бар. Енді мен жаңа қайта тергеудің нәтижесі ол тәуелсіз. Оның ең бірінші мақсаты ол біреуді кінәлі деп атамау. Оның бірінші бағыты осындай жағдай не себептен болды, ұшу қауіпсіздігі қандай әсер етті, осыны болашақта болдырмауға қандай жұмыс атқару керек. Осы әуе тергеудің нәтижесі осында. Неге саудаласу дедіңіз? Мен енді саудаласу дегенім, бұны мысалы үшін кейбір бөлек, енді біз жаңа депутат дейміз, ол өзінің жеке ойын айтып жатыр. Оны ресми әлі жаңа комиссияның мүшелеріне немесе елдің арасында ешкім әлі... Әзірбайжанның билігі не Әлиев бұл болжамдарға қатысты ресми мәлімдеме жасаған жоқ. Бірақ депутаттардың аузымен бас ақпарат жіберу арқылы... Жеке адамдардың айтуынша қазір әртүрлі болжамдау жасауға болады. Енді қараңызшы, кезінде осыдан бірнеше жыл бұрын Түркия Ресейдің су ұшағын, атқыш ұшағын атып түсірді. Кейін үлкен халықаралық жанжал болды. Соңында
Ердоған Путинге хат жазып Назарбаевтың делдалдығымен кешірім сұрады. Қарабақта Әзірбайжан Ресейдің ұшағын және әскерилерін атып алған кезде, түсінген кезде кешірім сұрады және өтемақы беретінін айтты, мәселені жапты. Бұл жағдайда да Әзірбайжан мен Ресей арасында бір келісім болуы мүмкін ғой. Енді бұл екі елдің арасындағы болатын жағдай. Бұл енді осы апатқа ешқандай енді біз шешімдерін әлі қандай екенін оны айта алмаймыз. Олар қандай келісімге келетінін біз де білмейміз. Келісім бола ма, болмай ма, ол да бізге белгісіз. Біз қазіргі кезде осы тергеудің нәтижесін ашық толық болуға атсалысу. Қазақстанның негізгі міндеті сонда. Кеше Тоқаев та айтты, Әзірбайжан президентімен сөйлескен кезде телефон арқылы, біз ұшақ апатының тергеуін әділ және ашық тергеуге бар күшімізді саламыз деді. Бұл жерде Қазақстанның да мәртебесі ИКАО алдындағы міндеттемелері тұр. Ал егер Қазақстан тарапы ашықтықты қамтамасыз етілмеген жағдайда біз ИКАО-ның қара тізіміне ілігіп кетпейміз бе? Бұл қауіп бар. Себебі енді ашық ақпаратты айтайын, енді ешкімдіге бұл тек ашық ақпарат, бұл ешқандай ойға алып келмесін. Бізде тергеу осы 2021 жылы ИКАО-ның валидациялық миссиясы келген Қазақстанға. Осы ұшу қауіпсіздің деңгейін тексеруге. Енді сол валидациялық миссияның нәтижесі бойынша Қазақстанның ұшу қауіпсіздігіне 82% халықаралық стандартқа сәйкес келеді деген өздерінің қорытындысын беріп кетті. Бұл ресми түрде бекітілген, өздері ашық айтып жүр. Бұл біздің азаматтық авиация саласының өкілдері үлкен жетістік деп беріп жатыр. Бірақ ол қорытынды түгел Қазақстанның стандарттарына берілген. Ішін ашып қарасақ, мен уақыт болса мен ашып жүрейін. Осы оның ішінде тергеу мәселелері өте төмен деңгейде бағаланған. Бұл мен үшін үлкен қауіп төндіретін мәселе болып саналады. Азаматтық авиация саласында қазір үлкен өзгерістер өткізіліп жатыр. Осы бағытта жасалатын жұмыс өкінішке орай уақытылы үлгерген жоқ. Сондықтан енді әртүрлі болжамдар айтылып жатыр ғой осы бағытта. Бірақ меніңше негізгі біздің осы құзыретті органдар енді осындай жағдайдан кейін осыны қолға алу керек. Түсінікті. Осы Әзірбайжан ұшағы апатқа ұшырағаннан кейін, екіге бөлінгеннен кейін, ұшақтың артында отырған жолаушылардың біраз аман қалды. Сонда ұшақта артқы орындықтар қауіпсіз бе? Маман ретінде айтыңызшы. Бұл өте... Әлде ажалдан қашып құтыла алмаймыз ба? Ажалдан біріншіден қашып құтыла алмаймыз. Енді статистика деген бір бәле бар. Енді осындай әуе апаттарын бәрін санап көргенде 60%-ға жуық адамдар өздерінің өмірін сақтап қалған адамдар артқы қатардағы отырған адамдар. Қай қатардан бастап? Ол ортадағы негізі статистиканы айтып отырмын ғой. Олардың отырған жері мына қанаттарынан ары қарай. Сол жерде отырған адамдардың 62-63% осындай апаттардан зардап шеккен адамдардың ішінде сол 61% өмірін сақтап қалды. Алдыңғы қатардағы отырған адамдар 40%-дің үстінде. Енді салыстырып көрсеңіз, айырмашылығы көп емес, бірақ енді статистика сондай болып тұр. Енді ұшақ әртүрлі, енді аспанда жарылып бөлшектеніп кетуі мүмкін ұшақ. Ол кезде қай жерде отырсаң да аман қалу ол тек қана бір Алланың қолында. Негізі енді бәрін біз санға алып келіп отырсақ, артқы қатардағы орындар олар енді қауіпсіз деуге болмайды. Ұшақтың түгел бәрі қауіпсіз. Енді қауіпсіздігін қадағалаған,
бірақ енді сондай статистиканың бір өзінің көрсеткіші артқы ряд енді артқы қатардан не қылу керек. Салыстырмалы түрде ғой. Ал жалпы Embraer апатқа ұшыраған ол қауіпсіз ұшақ деп жатады. Енді бұл заманауи ұшақ. Бар болғаны 20 жылдан бері пайдаланып жатыр. Бұл ұшақтардың несіне қарағанда соңғы талапқа сәйкес келетін ұшақтардың біреуі болып саналады. Енді осындай адам өліміне алып келген апаттардың бәрін санасаң 3-ақ болған осы бүгінгі күнге дейін. Оның біреуі адами фактор бойынша болған, мына ұшқыштың адами факторына байланысты болған. Біреуі техникалық ақаудан болған. Енді мына жерде зерттеу нәтижесі, тергеу нәтижелері енді баға береді. Сондықтан ұшақ осындай адам өліміне алып келген апат болған. Сондықтан бұл ұшақ өзінің 20 жылдың ішінде тек қана жақсы жағынан көрсетті. Әлемдегі үлкен авиакомпаниялардың көбісінде бұл ұшақтың түрі бар. Бұл ұшақтың түрі біздің Қазақстанның Эйр Астанасында да болған. Енді олар өздерінің әуе флотын унификациялау жасау үшін Airbus әуе кемелерін таңдаған соң, мына ұшақтардан біртіндеп қайтару, лизинг берген авиакомпаниясына қайтарып жатыр. Бірақ осы Embraerға қайтып келсек, Embraer ол бразилиялық ұшақ болғанменен қозғалтқыштары ақштікі, авионикасы басқа елдікі, ішіндегі жабдығы тапсырушы берген авиакомпанияның талабымен жасалынады. Сондықтан осы сертификат берген кезінде өзі енді бұл ашық ақпарат, сертификаттандыру кезінде бұл ұшақ заманауи талаптарға жоғары бағамен келген. Себебі бұны айтып кету керек. Енді ұшақты құрастырғанда оны тексереді ғой жан-жақты. Бұл жерде енді автоматтандырылған компьютерлік технология қолжетімді болған кезде құрастырған ұшақ болғандықтан осының бәрі, осы математикалық моделированияның бәрі енді компьютермен жасалғандықтан бұл ұшақты жан-жақты өзіне баланс жасалған ұшақ болып саналады. Сондықтан біз оны соңғы талаптарға сәйкес заманауи ұшақ деп айтуға болады. Ал енді Қазақстанның азаматтары ұшып жүрген ұшақтар қауіпсіз бе? Бізде қазір білеміз енді Эйр Астана монополист, Скат қана бар, Fly Arstan, Казахир. Fly Arstan мен Эйр Астананы бөлмей қойып, бір компания. Біз қандай ұшаққа мініп жүрміз? Енді орташа айтқанда біздің Қазақстанның тұрақты жолаушыларды тасымалдап жүрген 102 ұшақ бар бүгінгі күнге. Келесі жылы тағы да қосылады деп сенеміз. 102 ұшақтың 60 ұшағы Ирландия елінде тіркелген. Ирландияның ұшу қауіпсіздігін қамтамасыз ететін органдар қадағалап отырады. Оған қоса біздің азаматтық авиация әкімшілігі 2019 жылы құрылған. Ол әдейі осы ұшу қауіпсіздігінің деңгейін көтеру үшін құрылған ұйым. 5 жылдың ішінде тәжірибелі мамандарды тартты, өздерінің де күнделікті тәртіптеріне үлкен европалық стандарттарды енгізіп жатыр. Сондықтан олар ұшақтарды кемінде бір рет жылына тексереді, толық тексеріледі. Оған қоса олар авиакомпанияның өздерінің бір сұрақ туындағанда тағы да тексеруге қақылары бар. Сондықтан ұшақтардың көбісі енді соңғы уақыттағы ұшақтардың пайдалану мерзімі енді 5-7 жыл болып саналады. Біздің ұшақтарының ол жаңа флот болып саналады. Кейбір енді бізде ұшақтарды жаңа ескі деп бөлмейміз. Бізде сертификат жарамсыздығы сертификат бар ұшақ, немесе жарамсыз ұшақтарға бөлеміз. Жарамдығы бар сертификатты алу үшін
осы тексеру өткізгенде ұшақтың ұшқан сағаты, цикл дейміз. Әр әуе қозғалтқыштың выработкасын дейміз. Соның бәрі қарап отырғанда бұл ұшақтардың енді қал жағдайы менімше өте жақсы, себебі бұл соңғы нұсқадағы жаңа ұшақтар көбісі. Қанша жыл ұшады ұшақтар? Бұл ұшақтар мына жолаушы тасымалдауында 25-30 жылға дейін ұша береді. Ол бір. Одан кейін олар жүк тасымалдау тағы да бар. Ол 40-50 жылға дейін ұшып жүр. Енді осыны тағы да айтып кететін жағдай бар. Бізде Қазақстанда техникалық жұмыстарды өткізетін орталықтар бар. Эйр Астананың, СКАТтың өздерінің, осы Астанадағы өздерінің орталықтары бар. Орташа әуе енді жұмыстарын осы орталықтарда өзіміздің мамандарымыз өткізе алады. Сондай дәрежеге жеттік. Ол халықаралық стандартпенен тексерілген. Енді бұл үлкен жетістік деп мен санаймын, себебі өз ұшақтарымызды өзіміз бақылап отыруға мүмкіншілік бар. Ұшақтардың көбісі ескі емес қой, орташа 5-7 жыл. 5-7 жыл. Сондықтан бұл енді жаңа флот болып саналады. Енді соңғы кезде өзіңіз көріп отырғандай үлкен ұшақтар саны қосылып жатыр. Әсіресе мына СКАТ авиакомпаниясы ескі ұшақтарынан жаңа ұшақтар тікелей заводтан алуға үлкен жұмыс атқарылып жатыр. Оған қоса Эйр Астананың флоты жыл сайын 7-8 жаңа ұшақ қосып отырады. Бірақ кейбіреулердің айтуынша бұл да жеткіліксіз. Бізде әуе тасымалдау қарқынды дамып жатқан соң біздің жолаушыларға әсіресе ішкі нарықта ұшу мүмкіндігін біз беру керекпіз. Себебі қазір кейбір бағыттарда бір-екі рейс бар. Ұшатын уақыты қолайсыз, түнде ұшады. Кейбір облыстарға қатынамайды мүлдем. Мысалы үшін бізде Қазақстанда кейбір әуежайлар түнде жұмыс істемейді. Ол да үлкен, ол қаражаттандыру мәселесі жоқ болғандықтан, олар өздерінің көрсеткен қызметі, тариф, енді соған көрсеткен қызметтеріне алатын ақшалары өзінің осы қызмет көрсетуге тарифтері өзін-өзі ақтамайды. Ақтамаған соң мына әуежайлардың көбісі өзін жаңарта алмайды, дамыта алмайды. Олар осындай жағдайда жүр. Бірақ әуе компаниялар, оларды бөлек алса, олар қарқынды дамытып жатыр. Бірақ осы жерде мемлекеттің саясаты негізі ұшатын нысандарменен ұшып баратын орындарға да кішкене көңіл аудару керек. Әуежайлардың жағдайын кішкене деңгейін көтеру керек. Себебі кеше ғана мемлекеттік басшы айтып кетті ғой, біз осы әуе тасымалдан қолжетімді қылу керекпіз. Бірақ билеттің бағасы түскен жоқ қой. Билеттің бағасы, енді біздің мемлекеттік басшы 2019 жылдағы берген бірінші өзінің халықтың алдындағы берген несінде 2019 жылы осы билеттердің бағасы неге қымбат деп сұрақ қойған. Міне 5 жыл өтіп кетті. Әлі құзыретті органдар осы мәселені шеше алмай жатыр. Бұның бір ғана шешімі бар. Ол, мысалға, монстр Эйр Астанаға бәсекелес болатын шетелден компанияларды кіргізу керек. Бәсекелестік орта болған кезде ғана баға түседі. Солай? Оны біз осы бір қатар жыл айтып жүрміз. Бірақ осы монстр авиакомпанияны енді кішкентай кезінен бала секілді жетектеп жүрген авиакомпанияны біздің мемлекеттік құзыретті органдар, әсіресе мына көлік министрлігі болсын, азаматтық авиация комитеті болсын, олар жалғыз өзін жіберуге қорқып отыр. Толық үкімет барынша көмектесіп отыр. Бұл енді меніңше осы авиакомпанияға бұлардың теріс әсерін әкелетін көзім жетіп отыр. Себебі мына авиакомпаниямыз бәсекелестік бар жерге жұмсайтын болсақ, ол жерде бәсекелестікті көтере ала ма,
жұмыс істей ала ма белгісіз. Сондықтан біз өзіміздің ішкі нарығымызда бәсекелестікті дамытып, әуе компанияларымыздың тұрақты заманға сай қызмет көрсете алатын өздері дәлелдеп беру керек. Немесе біз осылай бір авиакомпаниясының еркелігімен жүре береміз. Бұл көп жолаушыларымыздың қалтасын көтере алмайтын. Қазақстанда ұшаққа мініп көрмеген әлі адамдар бар. Оған қол жетпей жатыр. Мысалға қараңызшы, біз Европаға барған кезде, мысалға кез келген Париж бен Италияның арасы мысалға 1200 шақырым болуы мүмкін. Астана мен Алматының арасы да 1200 шақырым. Бірақ ол жақта Европада билеттің бағасы 20 мың қалуға болады. Ал Қазақстанда бір күн қалған кезде, қазір мен Ақтөбеге ұшайын дейін, билет жоқ болады. Билет жоқ. 160 мың, 170 мың теңге. Басқа аэропорт арқылы ұшуға мәжбүр боласыз. Сол. Рейстердің саны жеткіліксіз, адамның сұранысы толық қамтамасыз етілмеген. Бұл мәселелердің бәрін біз айтып отырмыз. Авиакомпаниялар енді осы біздің эфирімізді пайдалана кете, біз бірінші ішкі нарығымызды түгелімен қамтамасыз ете алмай, біз шетелге қарап жүрміз. Мен түсінем, шетел бағытта ұшқан ұшақтар, олар тиімді, себебі валютамен ақша алады. Ол жерде тұрақты, мына жерде мен бір кішкентай болса да құпия ашып жіберейін. Шетелдегі ұшатын бағыттарда мына туристік компаниялар самолеттің 70-80% орындарын алдын ала сатып алады. Одан түсетін қаражат авиакомпанияның ішінде жұмыс істейді. Себебі мысал үшін бүгін біз осы қазір келесі жылдың туристік бағыттары авиакомпания мен туристік компаниялардың арасында келісім шарттар қойылып жатыр. Осы көктемге дейін туристік компаниялар авиакомпанияларға құятын ақшасын құяды. Сондықтан бұл оларға тиімді. Мына ішкі нарықтағы рейстер, ол енді алдын ала ақша жинала алмайсың. Туристік компаниялар менен олар ішкі бағытта көп туристер де жоқ. Осы жерден мемлекет басшысының сөзінің жөні бар. Біз өзіміздің ішкі туризмді дамыту керекпіз. Бұл бағытта әуе компаниялар әлі осалдау жұмыс істегісі келмейді, себебі олар бұл наркотик қой. Ана жерде туристік компаниялар алдын ала ақшасын беріп қойып, сонымен бұлар жыл бойы ешқандай уайымы жоқ жұмыс істей береді. Сонда туристік компаниялар сатып алады да, билеттің бәрі, сосын тапшылық болады, баға екі есе өсіп кетеді. Солай ғой? Ол біріншіден мына туристік компаниялар, олар өздерінің ақшасын алдын ала инвестиция жасайды ғой. Сосын пакет жасайды, туристический пакет. Сосын оны сата бастайды. Сондықтан бізде арзан билет ұшатын күні шетел бағытта горячий путевка дейміз. Ол да тап болады, себебі самолетті толтыру керек. Бос 5-10 орын болса, соларды арзан болса да сатып жіберіп, ұшақтың ішін толтыру керек. Сондықтан бұл жерде әуе компаниялар осы туристік компанияларға бірінші жасап отыр. Олар жолаушыларға жасап отырған жоқ. Қарапайым бір ауылдан екінші ауылға ұшатын тұтынушыларға жұмыс істеп жасатқан жоқ. Олар көбісіне мына Түркия, Мысыр, Европаның елдеріне, мына Қытай, мына бағытта туристерді тасымалдауға жақсы көреді. Себебі жерде табыс тұрақты, алдын ала төленеді. Ол ақшаны олар жыл бойы өздерінің қажетіне жұмсай береді. Мына күнделікті ұшатын ішкі нарықтағы ұшақтар, ол баланс қой. Баланс қой. Мына жерде тұрақты ақша, мына жерде енді тұрақсыз. Соны олар пайдаланады. Бірақ үкімет бүкіл өзінің қолдауын көрсетіп отырған соң, мына авиакомпаниялар бірінші біздің ішкі нарығымызды толық қамтамасыз ету керек. Билеттің бағасын түсіру керек. Енді билеттің бағасын ол менің айтып отырған кейбір бағытта ұша алмай қаламыз. Мен мысалы үшін Қызылордадан Павлодарға ұшу үшін неге Алматы немесе Астана арқылы ұшу керекпін? Неге тікелей байланыс жоқ? Осы мәселелерді біздің осы құзыретті орган, азаматтық авиация саласын қадағалап отыратын министрлігі, комитеті, ұйымы
осы бағытта жұмыс істеу керек. Осыған біздің өзіміздің ішкі мемлекеттік саясатымыздың жоқтығы, осы біздің енді ашығын айтайын, осы мәселені қадағалап отыратын құзыретті органдар бұл бағытта жасағысы келмейтін себебі де өздерінің тәжірибесі жоқтығы. Мұны қалай жасау керегін, бұған қандай көмек жасау, немесе мына соңғы кезде біз 16-19 рейсті субсидияламыз дейді. Түсінікті, рахмет, бағасын ұстап отырсыздар. Бірақ ол 2-ақ рейс болса, одан қандай пайда? Неге сұраныс болып жатса көбірек рейс жібермейміз? Немесе аймақтардан аймақтарға неге тіке ұша алмаймыз? Мысалы үшін екі жақын қаланың арасына Астананы салып ұшу керекпіз. Бұл да қосымша шығын. Ол көбісіне осыған байланысты енді еліміздің кең байтақ жеріне өзіміз жете алмай жатқан кезіміз бар. Мына автожолдардың өздерінің кейбір жерлері қолайсыз. Темір жолмен жете алмай жатамыз. Себебі кеше ғана министр өзі айтып кетті, бізде вагондардың жетпеушілігі 60%-дан үстінде. Бұл да үлкен мәселе. Осы бағытта осы әуе тасымалдауын, әсіресе жолаушыларға қызмет көрсету мәселесін біз қолға алып, осы енді менің байқап отқаным, президент бөлек министрлікті құрды, осы мәселелерді түгел өздері бір құзыретті орган болып жұмыс атқарсын деп. Бірақ біздің көзіміз жетіп отыр, олардың қолынан келмей ма, жасағысы келмей ма, әлде басқа да енді бір жағдай болса, оны ашық айту керек қой. Мысалы үшін қазір қаржыландыру мәселесі қиын болып тұр, бәрімізге де түсінікті. Бірақ әуе тасымалдауында шетелдің авиакомпаниялары осы нарыққа кіргісі келеді. Осы екі бағытта неге жұмыс істемейді? Мына қазір кеше ғана Қазақаирды шетелдің авиакомпаниясына береміз деп айтып алып, міне жаңа жыл келіп қалды, әлі қорытынды жоқ. Келе ме, келмей ме, қандай шешім болды, қанша ұшақ алып келеді, қалай жұмыс істейді? Біз соның бәрін бір жылдан бері күтіп отырмыз. Ол бәсекелестікке әкелуі мүмкін еді. Жақсы, рахмет. Сөзімізді түйіндейік. Бүгінгі сұхбатты Ақтау түбінде болған апаттан бастап еліміздегі авиация саласының мәселелерінде айтып шықтық. Уақыт бөліп келгеніңізге көп рахмет. Рахмет сізге. Бұл Ербол Сейілханның YouTube арнасы. Арнамызға жазылып, дәл осы сұхбатқа пікір білдіріп, лайк басыңыздар және дәл осы сұхбатпен бөлісіңіздер, таратыңыздар.